30-га келсе де әлі үйленбей жүрген жігіттерден оның бір себебін сұрасаң, бірінің аузына бірі түкіріп қойғандай айтатын бір уәждері бар. Қыз жоқ. Қыз біткеннің бәрі бір құдды жер бетінен тұқымы тұздай құрып жойылып кеткен сияқты. Негізі олай емес, өріп жүр ғой. Жігіттер, біз мамонт іздеп жүрген жоқпыз, жойылып кеткен. Болашақ балаларымызға мама іздеп жүрміз ғой. Бірақ неге бізге ыңғайлысы кезікпейді, жүрегімізді бір селт еткізер неғып алдымыздан шыға келмейді. Үйлену керек еді деп айта берген аффирмациядан да пайда жоқ. Үйелеп қалған адамдай үйде отыра берсең де біреу келіп қызымды алшы деп өтінбейді. Әрекеттену керек қой. Меніңше үйленетін жігіт ең әуелі мақсатын, ниетін дұрыстау керек. Не үшін үйленгелі жатырсыз? Үйдегілер қоймаған соң ба, жасыңыз 30-ға келіп қалған соң ба, бір амалсыздан ба, түнде бір жалғыз жатпау үшін бе? Бабаларымыз жақсы жар иманның жартысы деп бір өсиеттеп кеткен. Яғни жүрегіңіздің қазіргі тыныштығынан бастап, ертең көрде тыныш жатуыңызға дейінгінің бәрі салиқалы жұбайыңызға тікелей байланысты. Уақыт өтіп бара жатқандықтан бала туып берсе болды деп біреуді ала салсаңыз, сізге де әйтеуір бірдеңе қылып күйеуге тиіп алсам болды деген мақсаттағы қыз жолығады. Әлгі Дулат Исабеков классик атамыздың бір кейіпкері болушы еді ғой, ұршық үйіріп отырып ақ феодализм заманынан коммунизмге өтіп кете салатын. Тура сол сияқты бір көбісіп отырған жерінен күйеуге тиіп, тезекістеп отырған жерінен тұрмысқа шығып кете салатын қыз жолығады. Үйтсеңіз, әлгі қазақ айтпақшы, қуды қу, шұқанақты су тауыпты деген дәл осы ғой. Ендеше жігіттер, ең бірінші бір мақсатымызды анықтап, пейілімізді дұрыстап алмай, перизатымызда жолықпайды ғой.